Hello children, now how are you today? Now let's begin today's new lesson. Exercise 5. Listen, point and repeat. Тыңдаймыз және қайталаймыз. Scarf, belt, watch, remote control, candle, mirror, pot, broom. Балалар қазақша аудармасын айтпаса да суретте барлығы анық, нақты көрсетілген, е. Біз осы жаңа сөздерді қайталап, есімізде жақсы сақтап алуымыз керек, өйткені келесі жаттығуларда бізге қажет болады. Exercise 6. Read and complete and match. Екінші сұрақтан бастайық, е. What is matter? Не болды? This pot is very big. Мынау құмыра өте ауыр. Can you help me, please? Маған көмектесе аласыз ба? Демек, me болады, е. What is that? Мынау не? Анау не? That болса, алыста тұрған зат. It's a mirror. Ол айна. It's for you, Әсел. Бұл саған, Әсел. Oh, thank you, рахмет. Do you like this scarf? Мына шарфты ұнатасың ба? Yes, I do. Let's buy it for Көркем's birthday. Бұны Көркемнің туған күніне сатып алайықшы. Take these candles and give them to Қанат. Мынау шырақтарды алшы, оларды Қанатқа береміз, е? Окей, дейді. Сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Қайталап аламыз. Келесі study sport grammar rules, яғни грамматикалық түсіндірме. A pencil is usually made of wood. Яғни біздің қаламымыз әдетте ағаштан жасалады. Made of деген жасалады деген, е. It's used for writing. Used for деген пайдалану, қолдану. Оны біз жазу үшін қолданамыз. Бүгінгі біздердің грамматикадағы негізгі сөздеріміз made of, used for. Бірінші жасалады, екінші қолданамыз, пайдаланамыз. Есімізде сақтап аламыз. Өйткені келесі жаттығуларда осы грамматиканы пайдаланатын боламыз, балалар. Next, exercise 7. Look again at the items, and exercise 5. Read and match. Бесінші жаттығудағы суреттерді қараймыз. Сол суреттермен мынау сөйлемдерді сәйкестендіруіміз керек тауып, е. A-де бізде беріліп тұр. Дұрысынсыз B-ден бастаймыз. It's made of metal or plastic. Бұл металдан немесе пластиктен жасалған. It's used for telling the time. Ол уақытты айтады. It is watch, е. Watch. Келесі осылай табуымыз керек, балалар. It's made of leather. It's used for keeping trousers up. Бұл бұлғардан жасалған. Біз оны не істейміз? Суықтан қорғау үшін киеміз, е. Одан кейін it's made of clay. Бұл сазбалшықтан жасалған. Біз оны гүл өсіреміз олдан. It's made of wax. It's used for lightening room. It's made of wool. Wool деп отырғанымыз жүн. It's made of wood дегеніміз ағаш. Straw дегеніміз сабан. Сабаннан жасалады. Ол үйді тазалау үшін қолданады. It's made of glass. Шыныдан жасалған. Оны біз өзіміздің бейнемізді көру үшін, қарау үшін, тексеру үшін пайдаланамыз. Бұлар сіздерге дұрыс нұсқасын қалдырдым. Жазып қарап алыңыздар. Next exercise 8 in 3 minutes write. 3 минут уақыт береміз, тез жазу керек екен, балалар. 3 things that are made of plastic. Пластикадан жасалған 3 затты жаз дейді. Remote control, watch, bottle. 2 things that are used for writing. Жазуға қолданатын 2 зат. Pen, pencil, yes. 2 things that are made of wood. Ағаштан жасалған 3 зат дейді. Pencil, 2 зат. Pencil, broom. Одан кейін 3 things that are made of metal. Металдан жасалған 3 зат. Watch, saucepan, key. Saucepan деп отырғанымыз кастрюль, key дегеніміз кілт. Келесі exercise 9. Let's play, ойнау. Pot дейді. Мысалға мұғалім айтады. Pot, яғни құмыра. Сонда оқушылар табу керек. A pot is usually made of clay. Ол сазбалшықтан жасалады деген секілді, балалар. Сіздерге сабағына лайк басуды ұмытпаймыз. Сау болыңдар, балалар.